HP Aruba Networking. Бұл жерде Aruba 6300M 24 SFP+, 4 SFP 56 switch. Product number GL608A. Hewlett Packard Enterprise. Software version 10.10.1070 дейді. Сингапурда жасалған екен. Ашып көрейік. Бұл құрылғының ішінде шын айтқанда осы switch және қоректендіру блогы ғана. Мына жерде міне барлығы SFP порттары және қатыратын төмен жағында құлағын көреміз. Аса басқа ештеңе жоқ. Қоректендіру блогы болу керек мына жерде. Қазір серверлік шкаф орнатамын және тағы да көрсетемін сіздерге. Пакеттен ашып құлақтарын бекітеміз. Одан кейін серверлік шкафқа қатыруға болады. Aruba 6300M Management Port, Auxiliary Port, одан кейін SFP оптикалық порттарын көреміз. 10 гигабит SFP модульдері. Так, мұнда құлақтары көрінбейді екен, кішкене. Аса ешқандай қиынды жоқ. Бекітілген құрылғы. Direct Attach Cable немесе Direct Access, жалпы DAC Cable деп айтады. 1 метрлік шығарған кезде осы ақ пластмассадан тартамыз. Себебі мына жерде оның механизм бар. Тартқан кезде мына жерге защелка болады. Және оны ақ кабельден тартқанда мына жерде шығуына мүмкіндік береді. Ал қатырғанда әрине мына жерде защелка болады тағы да. Осылай бекітеді. Енді бұл жердегі мына екі switch 6300 сериясындағы Aruba switch бұл осы ғимараттағы core негізгі ядролық switch болады. Барлық желі ақпараттарын тасымалдауға арналған. Ал төменгі жағындағы 7205 моделіндегі Access Point контроллері.